Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымда түсіңізде жыласаңыз, түсте қалай жорылады? Ең алдымен каналыма подписация жасап, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Егер жылап жатқан адамды түсінде жұбатқан болса, онда көптен бергі реніштер тез арада кешіріледі. Мұсылманша түс жору бойынша жылау қуанышты, уайым мен бақытсыздықтан құтылуды білдіреді. Жылау өткен күнәлар мен қара ойларға тәубе ету, Алладан қорқу нәтижесінде пайда болса жақсы. Түсіңізде жылау және сонымен бірге киіміңізді жырту, сондай-ақ қайғылы айқайларды есту, бетке соққылардың шырылдауы өте жаман белгі. Сізді қайғылы оқиғалар күтіп тұр деген сөз. Сіздің жүзіңізде суық көз жасы болса, қуанышқа, ыстық қайғы мен уайымның жаршысы. Туған жерінен жырақта жүрген адам үшін көз жасын көру жалғыздық пен жақындарына деген сағынышты білдіреді. Түсіңізде сізге таныс жылап жатқан адамды көру оның ысырапшылдығын білдіреді. Егер сіз көзіңізден жас көрсеңіз, бірақ бір уақытта жыламасаңыз, жаныңызда біреуді сөгіп кінәлайсыз. Егер сіз түсіңізде жылап көз жасымен оянсаңыз, бұл белгілі бір оқиғалардың хабаршысы емес. Сізге шын мәнінде сізді мазалайтын жағымсыз эмоционалды шиеленісті тастау керек. Егер сіздің ата-анаңыз түсіңізде жыласа, онда сіздің өміріңізде сәттілік жоқ және сіз өзіңіз кінәлісіз. Жылап жатқан ана оның жеке өміріндегі денсаулыққа қатысты проблемаларының хабаршысы. Неліктен баланың жылап жатқаны түске кіреді? Мұнда көп нәрсе нәрестенің көргеніңізге немесе оның жылағанын естігеніңізге байланысты. Бірінші жағдайда көңілсіздік пен қиындықтарды күтіңіз. Егер сіз балаңыз қатты жылап жатқанын көрген болсаңыз, көп ұзамай жақсы жаңалық аласыз. Түсінде реніштен жылау арман жеңілдік әкеледі. Егер сіз ең жақын туысыңыздың немесе досыңыздың қайтыс болуына байланысты жылап жатқан болсаңыз, түсінде өлімге байланысты жылау сіздің сүйікті адамыңыздың өмірінде болатын өзгерістерді ғана білдіреді. Сіздің міндетіңіз оған көмектесу және қолдау көрсету. Қыз бала өзінің жылап жатқанын көрсе, онда жақсы жаңалық күтіп тұр, үлкен қуаныш. Түсінде қатты жылау жақсы жаңалық. Жас ханым үшін сүйікті адамының үйлену туралы ұсынысы, ерте үйлену тойы. Адамдардың жылап жатқанын көргенде, жақын адам сіздің абайсыз сөздеріңізден немесе әрекеттеріңізден зардап шегеді. Егер сіз көзіңізде жасты көрсеңіз, бірақ бір уақытта жыламасаңыз, сіз басқаларға көзқарасыңызды көрсетпей, жаныңызда біреуді сөгіп кінәлайсыз. Бетіңізде бір-екі жасты көрдіңіз бе? Жақында сізді маңызды қоңырау немесе жұмыста жақсы жаңалық күтеді. Түсіңізде көз жасыңыз өзен сияқты ағып жатқанын көрсеңіз, уайымдамаңыз. Бәрі жақсы болады және көңіл көтеруге себеп болады. Мүмкін жақын арада. Достар, осыменен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса, лайк басып, каналыма подписация жасауды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.